Түркістан облысы Шымкентте негізі керек нәрсенің барлығы адамның қанымен жасалады. Бұл өкпелесін билік, өкпелемесін. Расында солай. Қалада светофор керек па? Біреу сол жерде өлу керек. Қалада жолаяқ керек па? Біреу сол жерде басу керек. Мінекей, біздің қанымыздың барлығын төкпейінше, сонда бұлардың соңына дейін ақылы кірмей ма? Тек қана адам өлімі керек па? Міне қаңтарда адам өлмей, реформада болмайтын болды. Қанша адам құрбан? 230 адам құрбан қылмай, реформа болмайтын болды. Сонда бұған дейін реформа жасаса бастарына келмеді ма? Бір-бірімен соның алдында шешіп алса болмады ма? Қашан Қазақстанда адамды өлтіріп барып, одан кейін жөндеу жасау деген осындай саясат тоқтайды. Бұған өкпелемей ме билік қорқпау керек. Мінекей ауылдағы барлық азаматтар айтқысы келеді. Айтып жатыр тығылып, камераға түспей-ақ. Бақытжан Айбетпе, біз айтсақ, аузымыздан шықсақ, АСП-дан кесіп тастайды, әлеуметтік көмекті қысқартып тастайды, жұмыстан шығарып тастайды. Бұл неткен билік болды? Шөкейіп, міне сенің ауылың ғой, сенің ауылың. Тоқаев пен президентіміз Тоқаев мінекей ертең конституциялық референдум өткізбекші. Конституция бойынша Тоқаев біздің Қазақстандағы азаматтардың өмірінің гаранты, гарант безопасности граждан Казахстана деп айтылады. Мінекей ол гарант, қандай гарант егер балалар өліп атса, ересектер өліп атса, өлім адамды қаусып атса, ауру болсын, анау болсын, барлық жерде ақсап жатқан әлеумет пен экономика. Біздің бәрімізді өлтіріп барып, кіммен сонда болмақсыздар? Айтпақым болғаны осы. Ашулы болса да әрине айтып жатқанымыз осы. Қайтейін енді. Бала түсті. Мен өзім түсірдім. Бассейн керек деп сұрады. 2 періште соны сұрады. Есесіне 2 періштенің өмірін алып кетті. Әкімнің, биліктің шолақтығы, ақсақтығы баланың өмірін қиып кетті. Әрине мен бұған билікті кінәлаймын. Қайда мұнда шомылу орын екен? Сол күні осында жаңа майопка қылып балалар демалып жатыр деді. Яғни ауылдың барлығы осы жерге демалатын орын болды ғой. Үш құдығы. Неге онда осы жерге қоймасқа осыны балалар ақыры кішкене балалар шомылып жатыр екен? Неге солардың өмірін қорғап қалатын қорғаушыны қоймасқа, басқа іске әрекеттер жасамасқа? Бассейн 2 күннің бірінде осы биліктегі оңбағандар жәлептермен демалып жатады ғой бассейнде, саунада. Сол бассейннің бірін әкеліп салса өлдіңдер ме? Өлдіңдер ме? Бәрін жеп жатсыңдар. Ауыздарыңа да, арттарыңа да тықпаған жерлерін қабады ғой. Балалардың көз жасына қалмай соны істеп берсеңдер болмай ма? Болмас па еді осы ауылда қандай бай ауылдың бір тұқым совхоздың орталығы тұқым бәрін сатып бітті. Сатып жатқанның бәрі әкімдер, сатып жатқанның бәрі биліктегілер. Қарапайым халық тек аузын ашып қарап отыр. Қаналған халықты ары қарай қанай беру түбі жақсылыққа әкелмейді. Бұл тек қана тағы замандағы жабайлар ғана тірі адамды құрбандыққа шалып, содан кейін жақсылық тілейтін. Біздің билік қатты адасты. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар, жақсылықта жолығайық.